Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 44-ші сабақ. Мамандықтың бәрі жақсы. Екінші мамандық. Мен балтамын, еңбек күйін тартамын. Екінші бір мамандық. Алмағанға бар таңым. Жазба, күзбе, қыс мейлі. Шебер қолдан түспеймін. Балға жоқта балғаның. Қызметінде істеймін. Балта айтады: мен еңбек қормын. Мен шебердің қолынан қыста да, жазда да, күзде де түспеймін. Сонда да менің екінші мамандығым бар. Ол балға дейді. Балға жоқ кезде балғаның де қызметін атқара беремін дейді. Бұл әңгіме тосынды. Оған оқтау қосылды. Бар екінші өнерім. Қолдаймын мен досымды. Тек нан илеп қоймаймын. Мен де көп ой ойлаймын. Тоқпақ болып тентектің төбесінде ойнаймын. Оқтау айтады: менің де екінші өнерім бар. Мен нан илеп қана қоймаймын. Бұзық болған балаларды анда-санда ұрып тұрамын дейді. Екінші өнер керемет. Маған да сол керек ет. Икемделдім деп қойды кресло кереует. Кресло кереуетте екінші өнері жоқ екен. Ол қызығып қарап тұрады. Алса қолға шеберің, болмас маған теңерің. Неше түрлі ағашты. Қашау менің өнерім, деді қашау ғұрыпты. Бұзбай атам жүріпті. Ал мен болсам қосымша, бұрай алам шурупты. Қашау айтады: мен ағашты қашаймын. Неше түрлі ағаштарды қашап жүремін. Және қосымша жұмысым шурупты да бұрай аламын дейді. Көкке қолын жайғандар, ойланыңдар, ойлаңдар, деді екінші мамандық алған құрал саймандар. Оқушылар, сіздерге сабақ түсінікті әрі оңай болды деп ойлаймын. Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.